Сәлеметсіздер ме, құрметті Қазақша Таро YouTube каналының көрермендері, құрметті торпақ жұлдыз белгісінде туылған жандар. Бүгін сіздердің назарларыңызға мамыр айына арналған айлық жорамалды ұсынамыз. 2024 жылдың мамыр айы. Сіздер үшін қандай болмақ, несімен ерекшеленеді, сол туралы қарайтын боламыз. Міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Жеке сұрақтарыңыз болатын болса, WhatsApp номерге жазсаңыздар болады. WhatsApp номер төменде қалдырылады. Және достар, каналға өзінің спонсорлық, яғни көмегін тигізгісі келетін жандар өзінің барынша мүмкіндігімен көмегін тигізсе болады. Ол үшін мен осы видеоның астында Каспи номер қалдырамын. Сол Каспи номерге өздеріңіз рахметтеріңізді білдірсеңіздер болады, қолдауларыңызды көрсетсеңіздер болады. Солай. Ал енді бастаймыз. Торпақ жұлдыз белгісі мамыр айы. Әдеттегідей 5 карта шығарамын. Ал 5 карта шықты. Бастаймыз. Бірінші. Торпақ жұлдыз белгісі үшін бірінші карта прям вау. Неге? Себебі бұл карта сіздің өміріңіздегі түбегейлі өзгерістердің келе жатқан, және ол өзгерістердің бастамасы уже басталып кеткенін көрсетеді. Яғни осы айдың басында. Бұл дегеніңіз сіздің жан-жағыңыздағы дүниенің барлығы өзгеруі мүмкін. Или болмаса сіздің жан дүниеңіз, толықтай сезімдеріңіз барлығы, тіпті бір дүние туралы ойыңыз, белгілі бір дүниелерді қабылдауыңыз, біреу туралы пікіріңіз, барлығы өзгереді. Бұл мәжбүрлі түрде, или болмаса уже обстоятельства, яғни жағдайлардың сізге келіп өзгертуі, яғни сіздің басыңызға түсіп, сізде бұл карта нені білдірді? Бұл карта адамның мәжбүрлі түрде өзгеріске бағынуға тура келуі. Әрине ол өзгерістер сізге қазіргі таңда ауыр тиюі мүмкін, немесе сіз оларды қабылдауға әлі дайын емессіз, бірақ жаймен деп сіз ол өзгерістерді қабылдайсыз, және ол өзгерістер сізге жақсы жағынан дүниелерді алып келетінін білдіреді. Себебі бұндай карта, негізі мына карта көп жағдайда шықса точно өзінің рөлін атқарады. Және осы айда басталған өзгеріс сізге 3-4 ай дегенде өміріңізді 180 градусқа өзгертеді. Сіздің жұмысыңыз өзгеруі мүмкін, үйіңіз өзгеруі мүмкін, тұрақты мекен жайыңыз, қарым-қатынасыңыз өзгереді, адамдарға қарым-қатынасыңыз немесе, или болмаса жалпы жеке өмірдегі қарым-қатынас өзгереді. Біреулер ажырасады, біреулер қосылады, біреулер үйленеді, біреулер тағы сондай сияқты дүниелер болады. Немесе бірге тұруға шешім қабылдайды. Сол. Көне дүниелердің барлығы артта қалады. Бір дүниелер бітеді, аяқталады. Және ол жай ғана дүние емес, ол уже шаршап, өзі құлайын деп тұрған дүние болса, мысалға құлайын деп тұрған қарым-қатынас болса, құлайын деп тұрған, яғни сізді шаршатып жүрген жұмыс болса, шаршатып жүрген қарым-қатынас болса, шаршатып жүрген қала болса, үй болса, сізде полный ол уже бітті. Бітеді барлығы. Қалат артта. Жаңа дүниелерге жол ашылады, есік ашылады, мүмкіндіктерге есік ашылады, және сол есікке сіз кіргіңіз келсе де, кіргіңіз келмесе кіресіз. Түсініңіз бе? Себебі обстоятельства соған вынуждать етеді сізді кіруге. Үйлену, айтып тұрмын ғой, үйлену де болуы мүмкін. Статустың өзгеруі мүмкін сізде, бір дүниені ұстап қалам деп, сол нәрседен айырылмай ұстап қалам деп тырыспай қойыңыз. Оны бәрі ұстай алмайсыз, тырысқанмен ештеңе шықпайды. Наследственный дүниелер шығуы мүмкін сізде. Или болмаса сіз белгілі бір дүниелерге жауапкершілік
қабылдайсыз, немесе қамқорлық көрсету керек болады, иә. Или болмаса тұқымда бар дүниелер сізге берілетін болады. Солай. Состояние, денсаулық жағдайыңызға мән беріңіз. Өте карта жақсы, сіздің айыңыз жақсы өтеді. Не болса да жақсы өтеді, отбасыңызбен бірге болады. Әрине айдың бұл ортасына қарай, екінші 10 күндігінде кереметте көңіл күйде боласыз, толыққанда эмоциялық толық жоғары деңгейде болады эмоцияңыз. Бұл сізге қолдаудың, жан-жағыңыздан қолдаудың көрсетіліп тұрғанын білдіреді, және толықтай өмірді рахатыңызға өмір сүресіз. Және қалаған дүниелеріңіз орындалады, бәрі бірден болмаса да постепенно орындалып келе жатыр, яғни орындала бастайды. Армандардың орындала бастауы, қуанышты дүниелердің жүзеге асыруы, қонақ келу, немесе қонаққа бару, немесе үлкен бір той жиын жасау, немесе отбасылық бір қуанышқа ие боласыз, или үйлі болуыңыз да мүмкін. Мысалға біреулер бар ғой сондай, немесе көлік алу, яғни ол отбасылық бақыт. Тағы немесе балаңыздың үйленуі, или өзіңіздің жұмысқа шығуыңыз, үйленуіңіз. Жұмысыңыз сізге рахат сыйлайды. Прям жүрген жеріңіз рахат сыйлайды. Сіз полностью болып жатқан ситуациядан ләззат аласыз, сезініп тұрсыз сол моментті, рахатыңызға өмір сүріп тұрсыз. Молшылық, ақша жетеді, барлығы өзінің ретімен болып жатыр. Жаңа жақсы сезімдер сезінуіңіз мүмкін. Мысалы, сіз путешествие, яғни мүлдем бұрын бармаған жерге барасыз, содан жаңағыдай сезімде, жаңа ощущение, яғни жаңа көзқараста болу, жаңа сезімдерді қабылдау, жақын адамдарыңызбен жақсы көңіл күйде өткізу уақытта сондай болатынын көрсетуде. Сіз айтқан ғой, бір дүние бастайсыз. Мына карта енді айдың аяғына қарай ма, айдың 20-сынан бастап па мүмкін да. Сізде не болады? Бір істі бастағыз келеді, бастайсыз да тіпті, яғни ойыңыз тоқты соған беріліп кетеді. Бұл енді көбіне жұмыспен байланысты болады, және жұмысты бір өзіңіздің кәсібіңізді бастағыңыз келеді, или болмаса жаңа жұмыс ауыстырғыңыз келеді, ауыстырасыз ба, сондайды білдіреді. Бұл жалпы қалай болашағынан көп үміт күтетін, нақты бір нәрсені қатты қалайтын адамды білдіреді, яғни сіз сондай бір сезімде жүретін боласыз. Или болмаса жас жігіт, жаңа энергиясы толы, яғни сізде энергия толы болып тұрады, или болмаса сіз сондай бір энергиясы толы ер адаммен танысатын боласыз. Романтикалық сәттер болады бұл айда жақсы. Гимнастикамен, бимен айналысқысы келетін адамдар үшін өте қолайлы, керемет уақыт. Айналысыңыз, ләззат алыңыз өмірден, айналысасыздар тіпті, ғашық болуыңыз мүмкін. Тағы не, жақсы хабар келеді сізге, жақсы жаңалық келеді, ол жұмысқа қатысты болуы да мүмкін. Жаңа мүмкіндіктерге жол ашылу, яғни сіз белгілі бір алдағы болашағыңыз үшін белгілі бір дүниеге энергия бөлесіз, немесе ақша бөлесіз, немесе уақыт бөлесіз, яғни жаңа істі бастауда, ол не? Болашақта жақсы өмір сүру үшін сіз бүкіл энергияңызды, ойыңызды, назарыңызды бір нәрсеге аударуыңыз мүмкін. Барлығын есеппен, барлығын біліп, ойластырып, қарастырып іске асыратын боласыз, жақсы жаңалықтар келеді, денсаулығыңыз жақсы болады, если бір жеріңіз сыр беріп жүрсе, және мүмкіндігіңізді сізге қатты бағалап қоймаңыз деп кеңес беремін. Яғни біреуге бірден үлкен дүниелер туралы уәде берудің керегі жоқ, немесе көп тапсырыс қабылдап қоюдың да керегі жоқ. Себебі сіз сол нәрсені атқара алмай қалуыңыз мүмкін. Ол сіздің мүмкіндігіңіз жетпейді деген емес, просто жағдайға байланысты. Мысалы, ситуациялар болып қалуы мүмкін. Сондықтан қатты біреуге уақытынан бұрын уәде берудің қажет жоқ. Өзіңізге көп ауырлық түсірудің де керегі жоқ. Солай. Жақсы хабар, жаңалық келеді деп айттым. Және қызықтыратын сізді жақсы адамдармен танысуыңыз мүмкін.
яғни таныстықтар болады. Опа. Енді қараңыз, бізде былай болады. То или сіз бір жағынан сізде жақсы болып жатыр, бір жағынан шамалы өзгерістер болады. Мысалы, сізде личный жеке өміріңізде жақсы дүниелер болып жатса, жұмысыңызда өзгерістер болуы мүмкін. Немесе жұмысыңызда жақсы өзгерістер болатын болса, үйіңізде белгілі бір дүниелер сізді ренжітуі мүмкін. Яғни барлығы бірден емес, жартылай, бір нәрсе жартылай, немесе бір нәрседен жақсы болып жатыр, бір нәрседен шамалы дұрыс емес деген сияқты, но жаман емес, жаман жаққа қарай емес, жақсы жаққа қарай уайымдаудың қажеті жоқ. Енді мына карта жалпы көңіл күйдің түсуі, яғни белгілі бір моменттер сіздің көңіл күйіңізді түсіреді, өзгерістер болады деп айттым, және сол өзгерістерге апарар жол. Мүмкін сіз көшу керек боласыз, или болмаса орын ауыстыру керек боласыз, бірақ хотя сіз өзіңіздің бұрынғы жеріңізді қимайсыз, кеткіңіз келмейді, но не істейсіз, амал жоқтан жағдайға байланысты кету керек болады. Әрине, өткен дүниені артта қалдырғаныңыз дұрыс. Өткенге жабысып алудың қажеті жоқ. Немесе ескі ойлар, ескіні есіңізге алу, сондай сияқты дүниелер көңіл күйіңізді түсіруі мүмкін. Немесе бұрын кездескен адамыңызды көріп қаласыз, или болмаса сол адаммен, немесе бір адамнан кетесіз, или болмаса үмітіңіздің ақталмауы белгілі бір дүниелерден. Солай, көңіл қалу, кету, сатқындықтың құрбаны болу, немесе сатқындықты көруіңіз мүмкін өзге адамның тарапынан. Ол енді әртүрлі, махаббатқа, іске, жұмысқа, үйдегі қарым-қатынасқа, немесе сізді өзге адамдардың қолдамауы, сіз қолдайды деген адамдардың қолдамауы, немесе сатып кетуі, немесе сізге өзінің көмегін бермей қалуы, сондай біреулерге бойкот жариялауыңыз мүмкін. Тіпті бұл еще білдіреді, көрсетпей жасырын кездесулерді білдіреді. Мысалға, сіз бір адаммен болғыңыз келеді, бірақ ол адаммен бола алмайсыз, и сонымен жасырын кездесесіз. Сондай сияқты да болуы мүмкін. Резкі іс-әрекеттерді қабылдауыңыз мүмкін, іс-әрекеттерді жасауыңыз мүмкін. Айдың бұл енді жалпы сипаттамасы. Айдағы белгілі бір уақытта болатын ситуация. Жағдайға қарамастан, басыңызға түсіп тұрған жағдайға, немесе айналаңыздағы белгілі бір моменттерге қарамаса, сіз резкі шешім қабылдайсыз да, барлығын тастап кетіп қалуы да мүмкінсіз. Или бір нәрсе туралы шешім қабылдайсыз. Резкі өзгеріс болады өміріңізде. Және денсаулығыңызға мән беріңіз. Денсаулығыңызға, материалдық тұрғыда жоспарлауды дұрыс мән беріңіз. Себебі ақша жағынан жоғалтулар болуы мүмкін. И плюс бұнда денсаулыққа айтатын болсам, денсаулықта сыр беріп, сразу ойламаған жерден ауруханадан шығу мүмкіндігі бар. Сондықтан денсаулыққа мән беру керек. Енді қараңыз, менде картада, если мен айтып жатсам, солай, значит, кейбір моменттерде олай болмайды. Мүмкін сіз егер сақтанатын болсаңыз, сізге бұл ескерту ретінде шығады. И сіз ескертілген адам уже не істейсіз, жайменде бәріне дайын болып отырасыз, қиындықтардың алдын алуға тырысасыз, сондайға дайын боласыз өзгерістерге. Себебі өзгерістер болады сізде. Басқа біреулерге сенім артудың қажет жоқ, ешкімнен сізге көмек келмейді. Эмоционал тұрғыда сондай бір пустотада қалған кезде ішіңіз, жан дүниеңіз, немесе сондай бір біреуден көмек күтіп, көмектескен қаласаңыз, ешкім көмектеспейді. Сіз өзіңіз сол бір ситуациядан шығуға дайын болуыңыз керек. Өзіңіз ғана. Солай, ешкімге сенбеңіз. Айтып тұрмын, денсаулыққа мән беріңіз. Мына карта кейбір жағдайда, кейбір емес, көп жағдайда, дәрігерді білдіреді. Вот еркек дәрігер. Бұл еркек дәрігер прям мықты, өзіне сенімді дәрігер, бірақ енді мүмкіндігі сондай керемет деп айта алмаймын, бірақ сізге көмектесе алатын моменттер болады. Бұл адам сондықтан денсаулыққа мән береді деп айтып отырмын. Артық дүниелерді қабылдаудың қажеті жоқ, себебі қауіпті өміріңізге. Тағы да айтатын, өте таныстықтар болады еще. Бұл егер танысып жатсаңыз, ол еркекке қатты жақын, ол еркекті тартудың керегі жоқ. Және ол еркекті өзіңізден аулақ ұстаңыз. Себебі ол өте қатыгез және қауіпті еркек болуы мүмкін.
қатты ер адамдарға жақын болмаңыз. Әйел болсаңыз да, еркек болсаңыз да, сенім артуға болмайды. Өте бір қауіпті адаммен кездесулер болуы мүмкін, және де не ойлайтынын білмейтін, тіптен сен не ойлап тұрғанын мүлдем біле алмай қалатын адаммен кездесулер мен таныстықтар болуы мүмкін. Вот. Өте агрессивный адам болады. Или сіз бұл айда белгілі бір дүниеде агрессия танытып жүретін боласыз. Өте ашуланшақ боласыз, және денсаулығыңызға мән беріңіз. И плюс заттарыңызға, идеяңызбен ешкіммен бөліспей, дүниелеріңізге абай болыңыз. Себебі ұрлыққа түсу немесе сіздің идеяңызды ұрлау мүмкіндігі бар. Қауіп төндіруі мүмкін сізге. Сосын жолда да мұқият болыңыз. И плюс біреулерде тіпті операция болуы мүмкін. Мүмкін бұрыннан бері жоспарлап қойған операция, біреулерде тіпті ойламаған жерден болады. Жарақаттардан сақ болыңыз, ножевой ранениеден сақ болыңыз. Тағы да не айтатыным, ашуланшақ адамдармен қатты сөзге келіп қалудың қажеті жоқ. Себебі сізге ол қолайсыздық туындайды өте қатты. Ол адам кекшіл болуы мүмкін. Вот, солай. Жалпы айға келетін болса, жалпы ай сізді бүйтіп ішіңізді пыстырмайды. Біріншіден, екіншіден, сіз толқында өмір сүрген сияқты боласыз. Бұл ай сізді то көтеріп жібереді, то түсіріп жібереді, то бір жағында жаңағы жаз болып жатады, бір жағында өміріңіздің қыс болып жатады. Сондай сияқты ай болады. Сізді любой ситуация бір жағынан болмаса бір жағынан сынауы мүмкін, но енді дайын болыңыз барлығына да. Жалпы ай солай болады. Жаман емес, негізі. Өзгерістерге алып келе жатыр, просто сіз соған дайын болсаңыз болғаны. Міне осындай, келесі кездескенше сау болыңыздар. Айларыңыз өте жақсы өтсін. Сіздерге тек қана сәттілік тілеймін.